Ассалаумалейкум достар. Теплострой КЗ компаниясы осы август айында 2 этаж үйге шатырына пенобетон құйғанбыз. Сол пенобетонның қалай әсерін берді және осы қысты қалай өткізді деген соны сұрау үшін біздің тұтынушымызға келдік. Ендеше кеттік. Ассалаумалейкум, Абдурахим аға. Осы біз алдын сіздің үйіңізге шатырыңызға пенобетон құйып кеткен едік, как утепление ретінде. Соның енді мына қыстағы жалпы сіз қысты қалай өткіздіңіз және өзіңіздің отзывыңызды бізге айта кетсеңіз. Не айтады екен бұған? Айтқанда жаңағы ғой 5 айға 45 төлеп жатырмыз отоплениеге. Одан кейін азанда өшіреміз, кешке бірақ қосамыз. Сүткісінде көп болса бір 5-6 сағат қосамыз ғой газды. Одан артық жылу жақсылап тұр. Енді үшінші үйім. Былай келгенде газға шаққанда жартысынан көп эконом болды. Осыға 35 мың төлейтін болса, мен 10 мың төлеп жатырмын газ. Сонда Ең бастысы эконом. Одан комфорт и жылы. Мысалы қонаққа кетеміз, есік шалып кетеміз, газ өшіп кетеміз, келеміз, сол жылу ұстап тұрады ғой. Жылу ұстауы жақсы негізі. Осына сөз жоқ. Енді көршілермен де салыстырып көріп жатырмын, олар 35 сондай төлейді. Менікі 10 мың, қайда енді 3 есе құлай келгенде. 3 есе. Оны сенбесінде де талонды болса көрсетуге болады. Қанша төлеп жатқанымды газды. Жылу жағынан енді сөз жоқ. Тем более бұл жаңа там, ол келесі жыл жылу мүмкін. Себебі әлі кеуіп біткен жоқ қой. Кейін мысалы қазір жаздағында талқыласақ, жазда шертақта ыстық үйге болмаса, сізге кондиционерді қажет болмауы мүмкін. Екінші этажыңыз ысымайды қатты. Кондиционер жалпы зал тамға. Ол да мүмкін. Себебі жылу шықпаған екен болды ғой. Ыстықта кірмейді ғой сырттан. Рахмет, негізі вообще өзім ұнап тұр, былай келгенде. Енді ұнап тұр. Рахатын көріңіз, рахатын көріңіз. Рахмет. Сізге де рахмет. Жақсы рахмет. Достар, осы 2 этаж үйдің планировкасымен таныстырып жүрсек, сіздерге де пайдалы болар. Үй солғарға жобалап жүрсеңіздер, қай жерін қалай аламын дегенге кеттік. Мына жерде осы холл, бірінші этажда. Мына жерде енді кішігірім қонақтарды күтіп отыратын жер, шай ішіп. Кухнямен таныстырып кетсем. Кухняда осы әдемі. Үйдің есігі алды көріп тұрады. Кухняның негізінде күшті істелген. Мына жер қандай аға? Бұл жер зал еді. Сонда кухня, зал, отыратын жер. Бұл жер спальник, бұл жер кірмей ақ қойып. Мына жақта санузел. Туалет, ар жағында ванна. Сыртқа тапшанға шығатын жер екен. Екінші этажға шықсақ. Лестницаның қандай фирмасы еді аға? Шымкент Малдар, ұнады ма өзіңізге? Жақсы шықты ол. Екінші этажда байқағандарыңыздай в основном спальня бар и бір кабинет бар ғой. Кабинет. Мына жақта тоже санузел. Ваннада туалет, жанында ванна. Бұл үйдің проектісінде ұнағаны жерде балкон. Осы балконға шығып, кофе ішіп, ваннада көз демалдырып, жан жақтағы көршілерге қарап. Жалпы жақсы шешім. Балкон болған бір жағынан эстетикалық, эскизный дизайн бойынша да, кейін өзіңізге де бір шығып
кофе ішкенге жақсы жер. Жақсы аға, үйіңіз күшті екен, Аллах берекесін берсін. Амандықта жолыққанша иншалла.